алабында Наурызнама 10 күндік аясында ұйымдастырылған шаралар туралы тақырыбында баспасөз конференциясын бастаймыз. Алаңымыздың спикерімен таныстыруға рұқсат етіңіздер. Юнисова Алтынай Юнисқызы, Ақтөбе облысы мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының басшысы. Алтынай Юнисқызы, алаңымызға қош келдіңіз. Сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Алаңға шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Наурыз ынтымақ пен күрестің берекенің жаңарудың мейрамы. Бұл халқымыздың сан ғасырлық салт дәстүрімен сабақтасып, ұлттық болмысымыз бен біте қайнасқан ұлы мереке. Наурыз тұжырымдамасы аясында 10 күндікте облыстық, қалалық, аудандық мекемелерде өткізілетін іс-шаралар саны 1600, адам саны 700 мыңнан астам көрерменді қамтиды деп жоспарлап отырмыз. Осы күндері қазақ халқының Мыңалыс ТВ алаңында басты сахна безендіріледі. Осы жерде нақты тұрақты жұмыстар жасалынатын болады. 14 наурыз күні көрісу күні. Бұл күні орталық алаңда сағат 11-де берекелі бастау атты мәдени көпшілік шара ұйымдастырылады. Шара барысында бірлік пен молшылықтың, берекенің бастауы, ел бірлігінің нышанына айналған халқымыздың тарихи құндылығы Тайқазан тарихының тура атты театрланған қойылым мен концерттік бағдарламалар ұсынылады. Мұнда Тайқазанның оты тұтанып, сол арқылы халықтың ежелден келе жатқан салт дәстүрлері мен ұлттық сана сезіміміздің құндылықтары көрініс табады. Осы күні ерекше құрметті қонағымыз бар. Қазақстан халқының халық артисі, еңбек ері Роза Рымбаеваның концерті көрерменге ұсынылатын болады. Сонымен қатар барлық аудандарда арналған қойылымдар, концерттер, алтыбақан ойындары ұйымдастырылады. 15 наурыз халықаралық қайырымдылық күні аясында әртүрлі бағыттағы қайырымдылық іс-шаралар өтеді. Қайырымдылық күніне орай сағат 11-де қаламыздың бас сахнасы алаңында балалар мен жасөспірімдердің шығармашылығына арналған «Қош келдің Наурызым» мерекелік концерттік бағдарламасы ұйымдастырылады. Ақтөбе қаласының аудандарында аз қамтылған көпбалалы және әлеуметтік осал топтағы отбасыларға азық-түлік себеттерін табыстау мақсатында қайырымдылық керуені акциясы ұйымдастырылады. Бұдан бөлек ардагерлердің үйлерінде қар тазалау жұмыстары жүргізіліп, оларға көмек көрсетеді. Қала аумағында Наурыз базардың акциясы аясында Алия, Мир, Керуен Сити, Ақтөбе Мол, Сити шопинг центр, Мега Шығыс, Многовет сауда үйлерінде арнайы жеңілдіктер ұсынылады. Сонымен қатар Яндекс, Индрайвер және апару компанияларымен бірлесіп, такси қызметтеріне де арнайы жеңілдіктер акциясы пайдаланады. Өнер орталығы концерт залында Арайлы Ақтөбе және Достық сазды фольклорлық ансамбльдерінің ұлы дала жүйрігі атты концерт өтеді. Бас сахнада шығармашылық үйірмелерге қатысушы жас өнерпаздардың қатысуымен концерттік бағдарламасы ұйымдастырылады. 16 наурыз мәдениет және ұлттық салт дәстүрлер күні. Бұл күні облыстық халық шығармашылығы орталығында Қырымның 40 батыры атты жыраулар күні өткізіледі. Яғни 16 наурыз күні сағат 11-ден басталып, 17 наурыздың сағат 11-де аяқталады. Жырауларымыз үзіліссіз 24 сағат жыр кешін ұйымдастырмақшы. Баршамызды араға бір ғасыр салып қайта жаңғырып жатқан үлкен шараның көрермен болуға шақырамыз. Мекен-жайы бейбітшілік алаңы, даңғылы 14А. Ғайса Жұбанов атындағы филармонияның шығармашылық ұжымдары арасында Сәукеле 2026 байқауы, сондай-ақ орталық алаңда сағат 17-де дәстүр фестивалі өтеді. Сонымен қатар облыс және аудандардың мәдени мекемелерге шығармашылық байқаулар, этно және музыкалық қойылымдар, ұлттық тағамдар мен киімдер көрмелері, шеберлік сағаттар мен кітап оқу марафондар ұйымдастырылып, ұлттық дәстүрлер мен мәдени мұралар насихатталады. 17 наурыз шаңырақ күні. Бұл күні алаңда сағат 17-де бір шаңырақ бір жүрек тақырыбында отбасы құндылықтарын дәріптеуге арналған мәдени көпшілік шаралар ұйымдастырылады. Қала және аудандарда өтетін Наурыз бата шарасы аясында сол күні неке қиған жастарға Наурыз бата беріледі. Сонымен қатар 40-50 жыл бірге отасқан жұбайлар арнайы марапатталады. Бұл күні барлық мекемелерде концерттер, ашық алаңдар, отбасылық байқаулар,
фотокөрмелер, акциялар және мәдени шеберлік сағаттар ұйымдастырылып, отбасындағы ата әже, әке ана, бала рөлі сияқты отбасылық сабақтастық пен дәстүрлі құндылықтар насихатталады. Сондай-ақ жаңа туған сәбилерді құттықтау шаралары өткізіліп, сыйлыққа бесік, ұлттық аспап домбыра табыс етіледі. 18 наурыз ұлттық киім күні аясында әртүрлі жастағы ниет білдірушілер арасында қазақ халқына мың алғыс стелла алаңында сағат 17-де ұлттық киім ұлт айнасы байқауы ұйымдастырылады. Сонымен қатар ұлттық киім шеруі, этно-көркем кештер, наурыз нұры кітапханалық этномарафоны шаралары арқылы ұлттық тәрбиеге мән беріледі. Өнер орталығында сағат 19-да таңғажайып наурыз атты дауыс әншілер ұжымының концерттік бағдарламасы өтеді. Бұдан бөлек подкаст, этностиль көрсетілімдері, дефилелер, музейлер көрмелері және сәнді киімдер көрсетілімдері өткізіліп, ұлттық киімнің мәдени және тарихи рөлі насихатталады. Барлық мекемелер мен кәсіпорындардың басшылары және қызметкерлерін жалпы халықты 14 наурыздан бастап ұлттық киім кию дәстүрін ұстануға шақырамыз. 19 наурыз жаңару күні аясында мәдени көпшілік шаралары, шеберлік сағаттары, табиғат аясындағы іс-шаралар мен жас суретшілер байқаулары өткізіліп, жаңару, тазару, жаңа бастамалар идеялары насихатталады. Орталық алаңда сағат 11-де балалар мен жасөспірімдер шығармашылығын ұйымдастырумен мерекелік шара өтеді. Алатай қуыршақ театрында театрландырылған қойылымдар ұсынылады. Өнер орталығының концерт залында сағат 20-да Жұбанов атындағы қазақ ұлт аспаптар оркестрінің мега хитс концерті өтеді. Биылғы жыл цифрлық технологиялар жылы болып жарияланғандықтан жаңару күніне орай 19 наурыздан бастап басты алаңда киіз үйлер жаңа технологиялармен бөлінеді. Сондай-ақ жасанды интеллект көмегімен цифрлық форматта безендірілген киіз үйлер инфографикалары 3D форматтағы бейнелер мен экскурсиялар жасақталады. Сонымен қатар жоғары политехникалық колледж ғимаратында наурыз диджитал эра атты инновациялық көрме ұйымдастырылса, ал Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінде All Smart Innovations 26 атты жасанды интеллект және смарт инновациялар саласындағы жобалар мен стартаптар көрмесі өткізілді. 20 наурыз ұлттық спорт күні. Халық арасында ұлттық спортқа деген қызығушылықты арттыру, ептілік пен төзімділікті дамыту мақсатында ұлттық спорт түрлерінен түрлі жарыстар ұйымдастырылады. Жарыстар қазақ халқына мың алғыс стелласы алаңында сағат 10-да басталады. Олардың қатарында қазақы күрес, асық ату, арқан тартыс, садақ ату, ләңгі тебу және қол күресі бар. Сондай-ақ алаңда ұлттық спорт күні аясында робот күресі, яғни робототехника бойынша бір күндік турнир өткізіледі. 21 наурыз ынтымақ күні. Қоғамдағы бірлік пен татулықты, ұлтаралық достықты насихаттау мақсатында шаһардағы басты алаңда сағат 19-да наурыз айы туғанда атты бастаңғы жастар ойын-сауық бағдарламасы ұйымдастырылады. Сонымен қатар Ақсүйек дәстүрлі ойыны концерттік бағдарлама мен жалғасады. 22 наурыз жыл басы наурыз. Бұл күні қазақ халқына мың алғыс стелласы алаңында сағат 11-де наурыз жарқын жыл басы мәдени көпшілік шарасы өтеді. Облыстың барлық мәдени мекемелерінде мерекелік халықтық шаралар, театрландырылған қойылымдар, ашық есік күндері, концерттер және ұлттық дәстүрлерді насихаттайтын бағдарламалар өтеді. Бұдан басқа қала орталығында 26 алаңда 52 киіз үй тігіліп, ұлттық нақышта безендіріледі. Шаһардағы алаңдарда 1,5 тонна көже, 1 тонна бауырсақ және 2,5 тонна палау сатылымға шығарылады. Қазақ халқына мың алғыс стелласы алаңында сағат 10-да наурыз жарқын жыл басы халықтық көпшілік шарасы өтеді. 23 наурыз тазару күні. Бұл күні жаңа жылды жаңа мақсат пен жаңа үмітпен қарсы алудың символы ретінде табиғатты қорғау, қоршаған ортаны тазалау, ұлттық дәстүрлерді насихаттау мақсатында Таза Қазақстан акциясы аясында тазалық эстафетасы және тазалық шаралар ұйымдастырылып, аулаларды қардан, қоқыстан, зиянды қалдықтардан тазалау жұмыстары жүргізіледі. Бұл іс-шаралар тұрғындардың мәдени өмірге белсенді қатысуына мүмкіндік беріп, бірлік пен татулықты, отбасы құндылықтары мен ұлттық дәстүрге тағзымды насихаттайды деп күтілуде. Рахмет, Алтынай Жүнісқызы. Баяндама аяқталды. Өздер сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ болса, Бауырсақ
көже бұлардың бәрі сатылуда болады да, тегін емес, тегін таратылатын вообще халыққа болады ма екен? Тегін таратылым деген, сізде байқасаңыз, соңғы уақытта біз оның барлығын қойдық. Әрине, шамадан тыс жоғары бағада болмайды. Жалпы тегін таратылымға тыйым салынған. Басқа сұрақтар болмаса, баспасөз конференциясын аяқтаймыз. Қатысқандарыңыз